Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен үй жағдайында тавада люле кабаб дайындайтын боламыз. Сонымен бізге керегі тартылған ет, паприка, қызылбұрыш, приправадан шашлыкке арналған приправа, хмели-сумели және бульон керек болады. Бұлардың бәрін тартылған етке қосатын боламыз. Тұз және пияз, картошканы бөлек қуыратын боламыз. Бірінші пиязымызды, екі түйір сарымсағымызды блендерден өткізіп, етіміздің үстіне қосатын боламыз. Пиязымыз бен сарымсағымыз үстіне енді приправаларды қосатын боламыз. Ащы бұрышымыз, паприкамыз, тұзымыз, хмели-сумели приправасы, шашлыкке арналған приправа, бульон, бұл жерде сиыр бульоны, және нан үгіндісін қосатын боламыз. Панировочный сухаридан. Сөйтіп осыларды жақсылап араластырамыз, жақсылап ұрып аламыз. Жарты сағатқа ұзартқышқа қоямыз. Кішкене құрғақтау болғаннан кейін бір 50 граммдай су қостым. Ет кішкене құрғақтау болды. Осылай әбден жақсылап араластырамыз және жақсылап ұрамыз. Бұған байқап отқаныңыздай жұмыртқа қоспаймыз. Өзі әдемі болады жұмыртқасы да. Ішінде нан үгіндісі бар. Осыны жарты сағатқа қоямыз. Мынау таяқшаларымызды күйіп кетпес үшін шамалы суға салып қоятын боламыз. Ірі қып тураған картошкамызға да дәмдеуіштерді салатын боламыз. Паприка, қызылбұрыш, тұз және хмели-сумели қостым. Бір ас қасықтай. Осыларды жақсылап араластырып дайындап қоя береміз. Соңынан бұны да қуырып бұқтыратын боламыз. Етіміз жарты сағат өтті. Қолымызды жақсылап сулап аламыз. Сул болған жақсы. Осылай кәдімгі котлет ұқсатып, осылай формаға келтіріп аламыз. Сөйтіп алдын ала бәрін дайындап қоямыз. Бұны кәдімгі майда, табада екі жағын қызарғанша қуырып алатын боламыз. Таяқшаларды алып жегенге ыңғайлы болады балаларға. Сондықтан да салдым, әрі көрнекті, әдемі көрінеді дастарханда. Нағыз люле кебаб болады. Міне бәрін дайындап алдық біз. Енді табаға май құйып қуыратын боламыз. Қатты қуырып пісудің керегі жоқ. Екі жағы қызарғанға дейін қуырсақ, сосын бұқтырып пісіреміз кейін. Міне қалған картошканың бетіне де қойдық. Міне майымызды табаға құйып, жаймендеп қызарғанша қуырып аламыз. Осындай жобада қуырып алсаңыз, сосын ыдысқа салып қоямыз. Табаны тазалап, май құйып қайттан молдауға май құятын боламыз. Картошканың сыртын қызарғанша қуырып аламыз. Бетін жауып қойып, не қыламыз, бұқтырып пісіреміз. Міне қызарды. Енді жаймендеп бәрін алып, майын азайтамыз бұның. Бұқтыруға өте көп майдың керегі жоқ. Бір-екі қасық қана майды құйып, енді қайтадан картошкаларды саламыз. Ең бастысы табадағы майды тазалап аламыз. Міне қайтадан кішкене май құйдық керегімізше.
Бияздан мынаудың көбілігін керегі жоқ. Мына картошканы түбіне салдым. Үстіне лүлек кебемізді саламыз. Осылай қатар-қатар менен жайғастырып алып, бір 25-30 минуттай ғана бұқтырсақ болады. Баяу, орташа отта баяулау болған дұрыс та. Осының үстіне бір 100 грамдай су құямыз. Бұл енді қақпағын жауып бұқтыратын боламыз. Міне жарты сағат өтті. Біздің лүлек кебаб дайын болды. Сервировкаға бірінші лүлек кебабты алып аламыз да, түбіне картошканы саламыз, үстіне лүлек кебабты саламыз. Сөйтіп дастарханға ұсынатын боламыз. Міне біздің лүлек кебабымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Керемет жұмсақ лүлек кебаб шықты. Үй жағдайында осылай істесеңіздер болады.